Түркістан облысына жұмыс сапармен Қазақстан Республикасы сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев келді. Сапар барысында облыстың бірқатар өнеркәсіп орындарының жұмысымен танысып, кәсіпорын иелерімен тілдесті. Өңірдің инвестициялық климатын жеңілдету жолдарын талқылап, бизнес өкілдерінің ұсыныстарын тыңдады. Қайрат Төребаев алдымен облыс аумағында орналасқан өндірістік паркте болып бірқатар кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Вице-министрге еліміздегі тұңғыш су үнемдеу құрылғыларын шығаратын БНК Group Ltd жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысы таныстырылды. Негізгі мақсат жаңа технологияның көмегімен су үнемдей отырып, өнім көлемін арттыру. Биыл өңірде су үнемдеу технологиясын қосымша 22 мың гектарға ендіру жоспарланған. Кәсіпорын басшысы Ниязәлі Бейсенбаев өндіріс орнының алдағы жоспарларымен бөлісіп, тауар өткізу нарығын кеңейту, мемлекет тарапынан ынталандыру шараларын арттыру бойынша ұсынысын жеткізді. Кейіннен вице-министр өндірістік парк аумағында орналасқан жиһаз шығаратын кәсіпорында болды. Ақниет холдинг толық өндірістік циклі бар отандық жиһаз компаниясы. Кәсіпорында 97 адам жұмыс істейді. Мұнда жылына 34 мың жиһаз және 24 мың мектеп партасы жасап шығарылады. Бұл жоба ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандырып қана қоймай, Қазақстанның экспорттық әлеуетін кеңейтуге де ықпал етпек. Арнайы экономикалық аймақта осы негізгі өндіріс үшін, сауда үшін өте маңызды. Өйткені ол жерде көптеген мемлекет тарапынан жеңілдіктер беріледі. Бұл жеңілдіктерді қолдана отырып, компаниялар осы аяғына тұрып, өндірісті өсіріп және өз сатып алушыларын тауып, осы пайда көре бастайды. Сол пайда көргеннен бері содан кейін олар не осы арнайы экономикалық аймақтан не шығады, не олардың осы льготный период дейді, сол аяқталғаннан кейін өз қарқынымен жұмыс істей бастайды. Сонымен қатар Қайрат Төребаев түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын зауытта болды. Түркістан қаласының маңында орналасқан Golden Camel зауытының өнімдері экспортқа негізделген. Өндіріс орны Қытай мен Германияда жеткізілген заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бүгінде компанияның жылдық өндірісі 480 тонна түйе сүті ұнтағын құрайды. Мұнда 100-ден аса жергілікті тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұл қызметкерлердің жалпы санының 90%-ын құрайды. Қазіргі таңда Қытайға, Макао, Гонконг тағы басқа мемлекеттерге экспортқа шығарылып жатыр. Негізі жобаның қуаттылығы күніне 100 тонна түйе сүтін өңдейді. Қазір енді біздің қабылдаған заказымызға байланысты жылына қазір 200, 300, кейде 400 тоннадан шығарып жатырмыз. Түсінікті. Шикізат қайдан келеді? Шикізатты біз осы Түркістан облысындағы түйелер көп шоғырланатын ауылды мекендерге біз сүт қабылдайтын пункттерімізді орналастырғанбыз. Сол жерге барлық сүті бар түйе шаруашылықтары сүттерін өткізеді. Біз сол жақтағы өзіміздің қабылдап алатын стандартымызға байланысты анализ жасап, тесттен өткізіп, бізге нормаға сәйкес келетін сүттерді қабылдап алып, өзіміздің молоковозбенен заводқа жеткізіп, осы жақта өндіріске жібереміз. Осы күні Қайрат Төребаев өңірдің бизнес өкілдерімен еркін форматта кездесу өткізді. Алдымен вице-министр министрлік тарапынан салада атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Жергілікті кәсіпкерлер бизнес жүргізу үшін қалыптасқан жағдайды одан әрі жақсарту бойынша ұсыныстарын айтып, отандық кәсіпкерлерді қолдаудың жаңа механизмдерін енгізу мүмкіндіктерін қарастыру туралы өтініштерін жеткізді. Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржан, Ақпарат, Түркістан қаласы.